Баршаңызға қайырлы күн, есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода әрбір үйден табылатын құрамнан жеңіл, қытырлақ, ерекше дәмді салат әзірлейміз. Бисмиллах деп бастаймыз. Бұл салаттың басты ингредиенттері қырыққабат және сәбіз. Қалған ингредиенттерді мүлдем қоспасаңыз болады, немесе өзгертсеңіз болады. Ең алдымен қырыққабатты орташа етіп, 4 бұрышты етіп тураймыз. Үлкенірек ыдысымызға орналастырып, бірігіп қалған қырыққабаттарды бір-бірінен ажыратамыз. Қырыққабаттың қатты бөліктері болса, салатымыздан алып тастаймыз. Келесі кезекте кәріс сәбізіне арналған үккіштен сәбізімізді өткіземіз. Сәбізді үккішке толығымен жатқызып, көлденең етіп өткізсеңіз, өткізілген сәбіз бөліктері ұзынырақ болады, әдемірек көрінеді. Бұл салатқа бір дана қиярды дөңгелек жұқа етіп кесіп қосқанды жақсы көремін. Негізі қияр, бұрыш қосу міндетті емес, салатты тек қана қырыққабат сәбіз дәмдеуіштерін қосып, сарымсақ қосып істеуге болады. Үйде осындай жартылай ащы бұрыштар бар екен, оларды да ұзынша жұқа етіп кесіп қосып жіберемін. Салатымызға бір үлкенірек тісше сарымсақ қосамыз. Сарымсақты майдалап тұраудың ең оңай әдісі, оны бөліктерге бөліп, пышақпен үстінен басып, майдалап турау. Құрметті көрермендерім, қазақша каналымның ары қарай дамуына үлесіңізді қосыңыз. Тегін лайктарыңызды аямай басып, каналға тіркеліңіз. Дәмдеуіштерді қосамыз. Бізге осы мөлшерге жарты шай қасық тұз қажет болады, 2 шай қасық қант қажет болады. Қанты көп деп ойлап қалмаңыздар, салаттың дәмі сондай қышқыл тәтті болуы керек. Бұл салатқа міндетті түрде ұнтақталған кориандр қосу керек, жарты шай қасық қажет болады. Келесі кезекте осындай кристаллик дәмдеуіштен 3-тен 1 шай қасық қосамыз. Бұл дәмдеуіш глутамат натрия, дәмді күшейткіш, қосу-қоспау өз еркіңізде. Осындай 70% сірке қышқылын қосамыз, жарты шай қасық қажет болады. Сірке қышқылын салатымыздың барлық жеріне біркелкі етіп, тамшылатып құямыз. Дәмдеуіштерді біркелкі етіп таратып, қолымызбен күш салмай, мұқият араластырамыз. Бір араластырып алған соң, салатымыздың дәл ортасына жарты шай қасық ащы қызыл бұрыштан қосамыз. 2 шай қасық ұнтақталған тәтті паприка қосамыз. Паприка салатымызға әдемі қызыл түс береді. Үстінен майдаланған сарымсағымызды қосамыз. 30 мл қыздырылған ыстық сұйық майымызды қосамыз. Бастапқыда ыстық болғандықтан силиконды күрекшемен, кейін қолымызбен мұқият күш салмай араластырамыз. Қаласаңыз, дәл осы дәмдеуіштерді қолданып, кәрісше сәбіз салатын жасасаңыз болады. Тек қана үккіштен өткізілген сәбізден және осы дәмдеуіштерден тұратын керемет кәрісше сәбіз салаты шығады. Нағыз базардағы кәріс салаттарынан кем түспейді. Салатымыз қытырлақ, өзіне тән қышқыл тәтті дәмі бар. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Дастарханыңыздан дәм үзілмесін. Амандықта, жақсылықта, жаңа видеоларда жүздескенше.